Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Ақмарал. Бүгін сіздерге қамырды қалай үйлеу керек және қалай жұқа дөңгелек етіп жаю керектігін үйрететін боламын. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды таза ыдысқа жарып саламыз. Жұмыртқа біздің қамырымыздың жыртылмай жақсы пісіп шығуына көмектеседі. Және оның үстіне бір чай қасық тұзымызды салып, тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне бөлме температурасындағы жылы суды құямыз. Бұл жерде керекті мөлшердің құрамын мен төмендегі опционалды бөліміне жазып кетемін. Егер сіздерге екі жайма қамыр керек болатын болса, дәл осы менің рецептіммен жасап көрсеңіздер болады. Және еліктен өткен ұнымызды сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Шамамен 5 минутта илейміз қамырымызды. Қолдың күшін сала отырып, қаттылап қамыр илейтін боламыз. Өйткені қазір 10-15 минутқа иін қандыруға қойып қоямыз. Сол кезде қамырымыз жұмсарады. Мінекей мен қамырымды қаттылау етіп иіліп қойдым. Және де тындырып қойдым. Ал енді бөліктерге бөліп қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырдың екі шетіне ұнын сеуіп, жайлап, оқтаумен жая беретін боламыз. Оқтаудың екі шетін басып, ортасын көп баспай, екі шетін басып, дөңгелек етіп қамыр жаямыз. Бұл біздің жайып жатқан қамырымыз мантыға, пельменге, бешбармаққа, бүкіл қамырдан жасалатын тағам түрлерінде жарай береді. Ұнды өте көп сеппейміз. Мен 3 рет, 4 рет қана септім. Ал егер жапсатындай болып жатса, ұн себесіздер. Мінекей видеода көріп тұрғандарымыздай қамырымыз тегіс әдемі болып жайылды. Дәл осылай оқтаумен, сағат тілімен айналдыра отырып, жайып шығасыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, тегіс қамыр болып шықты. Жыртылмайды, әдемі пісіп шығады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.